Короче, бұрында үш қазақты ату жазасына беріп атады ғой. Біріншісі Қаңлы, екіншісі Жаңабай, үшіншісі Найман екен де. Қаңлыдан сұрайды ғой, любой үш желаниеңді орындаймыз өлер алдында. Айт дейді ғой. Ойланып тұрады да, біріншісі плотты тамақ ішіп алайын, екіншісі бауырларыммен жолығайын, үшіншісі бала шағамды көрейінші дейді ғой. Все дейді. Жаңабай да тура сөйтіп айтады ғой. И жаңағы Найманға келеді ғой. Бауырым, бірінші желаниең қандай дейді ғой. Қарап тұрып, қыстың күні шаңымен кәшеңім кеп тұр таудың үстінде дейді ғой. Қуасың ба сен, қазір жаз ғой дейді. Күтейік деп айтады. И қысты күтеді, шаңымен кәшеңде. Екінші желаниең қандай десе, от души бір көлді шомылайыншы деп айтады. Қуасың ба қыс қой қазір десе, жазды күтейік деп айтады. Жазды күтеді. И үшінші желаниеңді айтшы бош дейді ғой. Ойланып тұр, мені Жириновскиймен бірге жерлеңдерші дейді ғой. Қуасың ба ол әлі тірі ғой десе, күтейік деп айтады. Короче, 85-ші жылғы бір мужик қой, спортсмен екен да, короче, бітік қалған спортсмен, әйелімен бірге ойда түгі жоқ, базарда кетіп баратады ғой. Базарда кетіп бара жатса бір ұрлықшы, чипач, артынан мыңмен жүгіріп келіп, жаңағының қалтасына қолын сұғып, соткасын алып қашады ғой. Спортсменнің ба? Иә, ана спортик 2 секундқа жеткізбей артынан тастайды да, жерге жатқызып алады да, жағынан шылқ еткізеді да. Ей, жатқан жеріңде зорлап жіберейін ба? Қатын қылып жіберейін ба зорлап дейді ғой. Анау мандыраш, әйелі шошып кеткен. Жаным керек емес, анау қойшы қорқып кеттім, кетейікші ке анау. Анау соткасын береді, екеуі әйелімен қайтады ғой үйіне. Кеш батады, ұйықтайтын кез келеді. Жаңа спортик әйелімен төсекте ұйықтайын деп жатады ғой. Сөйтсе әйелі аккуратно келіп, жаным, соткаңды ұрлап алайын ба. Короче, екі жігіт дос екен да, машиналарына отырып, оталдырайын десе, машинасы оталмайды. Сөйтсе, бензин бітіп қалған, оталсылып қалған да. Ана екінші досында машинасында бензин бар екен. Сөйтсе, канистрді алып шлангымен сорып, жаңа құйып алайын десе, сорамайды ғой жаңағы екеуіш. Ар сорады, бер сорады, бензин жоқ, шықпайды жаңағышы. И қараса көрші мужик кетіп баратқан ғой. Не болды десе, братан, мынау бензин шығарамай жатыр, ар сорамыз, бер сорамыз, шықпай жатыр десе, Артур әкел бер деп жаңағы мужик келіп. Сорып жіберсе, 2 секундың ішінде ана канистрді толтырып жіберген ғой. Ана екі бала, братан, красавчик, өкпең мощный екен, жақсы сорады екенсің деп мақтап атса, ана мужик ашылады ғой. Ол неше? Үйдегі анау жеңгелеріңді, жаңа жеңгелеріңмен бірге сүйісіп сорысқан кезде көтіне көрпесі кіріп кетеді деп айтады. Короче, бір мужиктің 11 баласы болады ғой. 11 баласымен автобусға мінеді, бала шағасы жалпиып орындарға отырып алады. Келесі остановкадан шал мінеді ғой. И жаңағы шалға ешкім орын бермейді. Балдақпен екен да жаңағы шал. И жаңағы балдағының асты темір екен. Сөйтіп жаңағы темір полға тиіп, жаңағы автобустың полына тиіп сақылдайды екенші. Сөйтіп ана 11 баланың әкесі қарап тұрып, ата, мына балдағыңыздың астында ғана темірге резина кигізіп қойсаңызшы, сізді тақылдамайды деп айтады ғой жаңағы. Ана шал қарап тұрып, сол резинаның кезінде сен келгенде осы автобусға сыйып отыратын еді. Короче, Сәрсенбай мен Бейсенбай деген екі шал болады ғой бір ауылда. Екеуі 80-ге келген, құрдас екен да. Сөйтіп жаңа Бейсенбай Сәрсенбайға келіп жақындап айтады ғой. Сәрсенбай, 80-ге келдік. 80-ге келіп бір кемпірді қуантайын. Бір амал бар ма деп сұрайды ғой. Сөйтіп жаңа Сәрсенбай айтады дейді. Короче, ана жеріңді былай ұстайсың, шиіресің, үсіп, тұрасында шиіріп жібересің, салып жібересің, ары қарай нормально болып кетеді дейді ғой. Анау қуанып кетеді, үйіне барады. Кемпір, жүр спальниге деп, спальниге кіргізеді. Сөйтіп ана жерін алып бүйтіп, шиіріп уқалап тұрады ғой. Сөйтсе кемпір қарап тұрып, не істеп тұрсың дейді ғой. Қазір қызық болады, мен мына шиіріп бүйтіп салып жіберем, ары қарай нормально болып кетеді дейді ғой. Сөйтсе ана кемпір қарап тұрып, құрышы бар ей, Сәрсенбай ұқсамай деп айтады. Короче, японецтар бір сағат ойлап тапқан ғой. Прикинь, бір рет боқтаса, сағат 1 минутқа алдыға жылжиды. Сөйтіп пивной барға қойып қояды ғой, сағатты іліп қояды. Бірінші күн немістер келеді ғой. Келесі күн ана сағатқа қараса 2 минутқа алдыға қарай жылжыған ғой. Келесі күні орыстар отырады ғой. Азанда қараса 5 минутқа жылжыпты да сағатшы. Минутта 5 минут алдыға жылжыған ғой. Үшінші күні қазақтарды кіргізген ғой. Азанда қараса сағат жоқ, прикинь. Қазақтар өздерімен өздері жүргізіп жатыр.
Сағат қайда деген ғой? Қай сағат десе? Мына жерде сағат ілініп тұрды десе. Әкең білмейміз, біз оны вентилятор деп ойлап қалдық. Короче, вахтамен жұмыс істейтін бір мужик та 20 күннен кейін үйіне келеді ғой. Үйіне келеді де әйеліне айтады ғой: маған $100 бер, мен барам да, короче, стриптиз көрем дейді ғой. Мен шаршап кеттім дейді ғой, мен стриптиз көру керекпін дейді ғой. Қанша бересің стриптизға дейді? $100 дейді. Ақымақсың ба, маған 2000 теңге берші, мен саған стриптизін көрсетемін дейді ғой. Ана мужик ойланып қалады. Балалардың барлығын кешкісін ұйықтатады әйелі. Кухняға барады да зон оқтауды алып келеді да стриптиз билейді ғой, қолынан келгенше жаңағы әйелші. И байы қарап отырып, білә, арзанның аты арзан осы. Короче, бір кішкентай бала настроениясы болмай үйінде отқан ғой. Сөйтіп мамасы келіпті: "Ей, балам, нағып настроенияң жоқ, нағып көңіл күйің жоқ, кім құртты?" десе, достарым бәрі мазақтай береді, бетім көтке ұқсайды деп айтады дейді. Өздері сондай, сен ең сұлусың, сен красавчиксың. Сенбе оларға, бар папаңа көмектес. Папаң аяқты туалет қазып жатыр дейді ғой. Сөйтіп папасына барып, жаңа туалет қазып жатқан ғой папасы. Қарап, папа десе, түшпаңдар, Короче, бір қазақ, жалқау қазақ та, Кореяға, Южный Кореяға жұмысқа кетеді ғой, жұмыс жасауға. И разнорабочий болып жұмысқа кірген ғой. Сөйтіп жаңағы анау жұмыс істеп жатыр дейді да. 2 айдан кейін бастығына келеді дейді. Осы бір сұрағым бар деп айтады дейді. Қандай сұрақ десе, қазақ айтады екен: "Менің анау итеріп жүрген тәшкім неге мынандай дауыс шығарады?" дейді ғой. Қандай десе, мынандай: "Уйт, уйт, 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 уйт" дейді ғой. И басы қарап тұрады да, басына салт кеп жүреді ғой. Ишак, ол мынандай дауыс шығару керек. Уйт, 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 уйт. Короче, әйел мен күйеу азаңмен шай ішіп отырады ғой. И әйел тұрады да күйеуіне: "Жаным, не үшін сен түнімен қайыр деп айқайлап шықтың?" дейді ғой. Бай тұрады да: "Есің дұрыс па? Адамды оятпайсың бұндай кезде. Өліп қала жаздадың ғой, жаман түс көрдім" деп айтады дейді. Қандай түс десе, ана Бека екеуміз досым таудың үстінде кетіп бара жатырық дейді. Қарны ашып кеткен, адасып қалғанбыз, жол таппай келе жатырық деп айтады дейді. Үстімізде 1 грамм киім жоқ, жалаңаш келе жатырмыз деп айтады дейді. И анау құзға, жарға жағындап қалған кезде аяғым шаңсып кетіп, құздан құлап бара жатырмын деп айтады дейді. Енді үстімде киім жоқ, анау Бека досым ұстап қалатын. Амал жоқ, досымын ғой, құтқару керек. Артыма саусағын тығып алды деп айтады. Қысып тұрмын дейді жаңағышы. Жіберсе құлап кетеді ғой. Қысып тұрмын, жаман қысып тұрмын дейді да жаңағышы. Бәр уақытта әлсірей бастадым дейді, жаңағы күшім кетіп жатыр дейді. Жаймен сырғып бара жатыр дейді жаңағышы. Уже соңында әлім вообще қалмағаннан кейін Короче, бір мужик базарда маса сатып тұрады ғой, 2-литровый банкінің ішінде. Кәдімгі маса, шағатын маса. И елдер айтады ғой: "Сен қуасың ба, мына заманда масаны кім сатады?" "Братан," дейді жаңа сатушы, "бұл маса любой әйелдің құмарын қандырады" дейді ғой. И бір әйел ылтың-жылтың болып жүреді ғой, бүйтіп жыпың-жыпың етіп: "Ағай, мына масаңыз қанша теңге?" дейді. 5000 теңге. Сіз айтқандай бәрін істей ме дейді. "Иә, бәрін істейді." "Мен аламын" дейді да, жаңа 5000 теңгесін береді, алып кетеді ғой. И мужик айтады: "Если что сұрақтарыңыз болса, маған звондаңыз, короче. Келемін да бәрін етемін жаңағы." Әйел үйіне барады, жуынып шайын төсегіне жатады, аккуратно банкінің крышкасын ашып жібереді ғой. И маса выз деп ұшады да стенаға барып қонып қатып қалады ғой, короче. 1 сағат өтеді, 2 сағат өтеді, жаңағы әйел қарап тұр масаға. Сөйтеді да анау қозғалыс болмағаны звондайды ғой: "Сенің масаң қозғалыс жоқ, тұрған күйі тұр" дейді ғой. "Қазір әпке келемін" дейді. Мужик келеді үйіне, масаға қарап тұрып: "Маса, соңғы рет көрсетемін, қарап ал" дейді ғой. Тараздан Астанаға самолет ұшайын деп жатады ғой. Алдында ғана самолет айдайтын бар ғой, пилот хабарлайды ғой: "Құрметті жолаушылар, біздің самолет 5 минуттан кейін 500 метр биіктікте болады. Ауа температурасы 20 градус 0-ден жоғары. Белбеулеріңізді тағып отырыңыздар. Барлықтарыңызға сәт сапар" дейді да, микрофонды өшірді, ұмытып кетеді ғой. Қасындағы пилот айтады ғой: "Бәлә, қазір анау плотно тышып алам да, стюардессаны айдайын" деп айтады жаңағы. Самолеттің ішінде 250 адам естиді ғой жаңағын. И самолеттің ең соңғы жағында стюардесса қалып қалады ғой.
қарабе жету керек. Мыңмен жүгіреді ғой жаңағы жағаш. Аяғы шансып қалады да. Сальтамен аунап, юбкасы жиырып кеткен жоғары. Бір кемпірдің алдына топ етіп қойды ғой. Сөйтіп сонда кемпір қарап отырып, «Ей, қызым, асықпа. Ол әлі тышат бір». Короче, әйел мен күйеу ұйықтап атады ғой. Сөйтіп әйел шошып оянады ғой. Бай қорқып кеткен. Не болды дейді ғой. Жаным, қорқып кеттім, жаман түс көрдім, ужас көрдім деп айтады. Енді айтсайшы, қандай түс? Жалғыз өзім таудың үстінде кетіп баратырмын. Артыма қарайым, қасқырлар жүгіріп келатыр. Уақыт өткен сайын артыма қарап қоям, қасқырлар көбейіп жатыр. Мен қашып келатырмын, уже жардың қасына жеттім. Аяғым шалым қап жаңағы құздан құлап кетем ғой деп айтады дейді да. Құлап бара жатып бір тал ұстап қалдым деп айтады дейді. Жерді қарасам, жер 500 метр құласаң өлесің. Осы жерде шошып ояндым деп айтады. Көрдің ба, жүрегім әлі дүрсілдеп тұр, жаным дейді екен де, жаңа әйел айтып жатқан ғой. Сөйтсе бай тұрып, енді түс қой, енді болады енді. Енді ана талды жіберсеш, енді ауырып кетті ғой. Короче, бір үйге келін түседі ғой. Сөйтіп комнатасында жатады ғой жаңағы келін, күйеуін күтіп. Жалаңаш төсегінде. Ойламаған жерден енесі кіріп келеді ғой жаңағы. «Ей, келін, не жатсың о жалаңаш? Ей, ұялмайсың ба? Ей, мынау киім қайда?» дейді ғой. Сөйтсе анау сөз тапқан қолға жоқ, саспай келін бүйтіп айтады ғой жаңа енесінде. «Апа, бұл махаббат көйлегі, сіз дұрыссыз» дейді ғой. «А?» дейді. «Е, махаббат көйлегі». Келесі күні жаңағы енесі де апасы өзінің комнатасында жатады жаңағы. Атамызды күтіп. Сөйтіп жаңа комната кіріп қалса жаңағы апа жатыр дейді. Жалаңаш. Ата тұрып, «Ей, мынауың не?» десе, «Бұл махаббат көйлегі» деген ғой. Хотя бы ана көйлегіңді үтіктеп алсайшы деп айтады. Короче, 41-ші жыл немістер мен Совет өкіметі соғысып жатыр ғой. Гитлер мен Сталин бір-біріне связға шығады. Соғысып жатыр. Өліп жатқан ешкім жоқ. Бәрі окоптарында тығылып жатыр. Одан екеуміз былай келсек дейді. Неміс жақтан, біз жақтан бір орыстың есімін айтамыз. Сол орыстар шығады. Біз пақ деп соларды атамыз. Дәл солай сендер бір немістің есімін айтасыңдар. Ақсүйрек пен көксүйрек. Иә, ақсүйрек пен көксүйрек. Сөйтіп соғыспасақ, мынау бәрі тығылып жатыр дейді ғой. Немістер бастайды. Володя дейді ғой. Өңшең Володялар ат шығады. Пақ ат бастайды. Ар жақтан тұрады да орыстар немістерге қарап тұрып, Швайштайгер дейді ғой. Пақ өңшең Швайштайгерлерді ат бастайды. Сөйтсе окопта бір қазақ жатыр дейді. Нөгірбек деп айтпаса. Бір ауылға айдағар түседі ғой. Сөйтеді де ауылды жайпап атады ғой. Қиратып, аузынан от шығарып, өшіп ауылды бычытқып атады ғой. Ауыл ақсақалдар тұрып, бізге батыр керек деп батырға барады. Батырға мән жайды айтып түсіндіреді. Ана батыр қарап тұрып, маған ойлану керек дейді ғой. Қанша уақыт десе, 1 ай дейді ғой. Қуасың ба, короче. Екінші батырға барады. Екінші батырға барса, маған да ойлану керек дейді ғой. Қанша уақыт десе, 2 ай дейді ғой. Сендер естерің дұрыс па деп үшінші батырға барады. Үшінші батырға барса, короче, ана үшінші батыр киіз үйдің ішінде жантайып алған, қымыз ішіп отыр дейді. От души да. Жағдайды айтып түсіндіреді ғой анаған. Сөйтсе ана батыр орнынан атып тұрып, жүріп барып жаңағы айғырына қарғып мінсе, ауыл ақсақалдары тұрып, «Ой, міне батыр, палуан, халықты ойлайтын адам осы» деп айтып жатқан ғой. Сөйтіп айтады дейді жаңа. «Ей, ана батырлар ойланамыз деп жатыр. Сен ойланбайтын ба едің» деген ғой. Сөйтсе ана батыр резко бұрылып, «Бұндайда ойланатын түгі жоқ, бұндайда қашу керек». Короче, бір әнші жігіт күніге азанғы таңғы сағат 6-да ашқарынға шикі жұмыртқа жеді екен. Жұмыртқаны алады екен, зубочисткамен вырқ еткізіп теседі екен да, деп сорады екенші. Еще денсаулығына пайдалы. Кәдімгідей дауысы да мощный болып кеткенші. Содан не керек, короче, күндердің күнде тағы да бір жұмыртқаны ішейін деп тас еткізіп жаңағы тесетті бүйтіп деп сорады. Ештеңке жоқ. Прикинь, жұмыртқаның ішінде ештеңке жоқ. Сорат түсінбейді, короче. Жаймен бүйтіп қараса, ішінде бір балапан отыр дейді бүйтіп. Братан, жақсылап бір сорып жүрші. Болашақ программасымен бір жігіт оқып келеді ғой.
сөйтіп оны әкім қылып қояды ғой бір ауылға. Сөйтіп ол жігіт бүкіл ауыл тұрғындарын жиналып жиналыс өткізеді ғой. Дорогие наши жительницы, мы должны реализовать все свои планы, поднимать инвестицию, цифровизацию, конкуренцию деп айтып жатса, бір ауыл ақсақалды қойшысы тұрып, ей балам, енді айтып жатқаның дұрыс шығар, бізге қарағанда сен енді оқып келгенсің. Бізді мазалап жүрген мәселе, басты мәселе, анау қасқырлар біздің қойларды қыстың күні жеп кетеді дейді ғой. Анау тұрып, мы займемся этим вопросом, мы должны сначала поймать этого волка, вожака, потом кастрировать, точнее Пштыргенский, а потом отправим в стаю, и таким способом мы избавимся от этой проблемы десе, ана шал бүйдет дейді. Ей, балам-ау, ол қасқыр біздің қойларды зорлап жүрген жоқ, жеп жүрген. В эту ночь сияй. Бір жігіт досын айтады ғой, брат, ақша керек пе дейді, керек дейді, мен саған 5 миллион беремін дейді ғой, бірақ ол үшін мен 4 заданиямды орындайсың. Бірінші задания 10 күн тамақ ішпейсің дейді ғой, анау болды дейді, и 10 күн шыдайды ақша үшін, шыдап жүреді, келеді. Екінші задания плотно барда тамақ ішіп ал дейді ғой, барады, плотно тамақ ішіп алады. Үшінші задача, короче, енді 20 күн тамақ ішпейсің дейді ғой. 20 күн шыдайды, азып кеткен, асқазанда түк жоқ, сылдыр-сылдыр сүйек уже нанет азып жатыр да, бірақ орындайды, қайтып келеді. Енді дейді, 4-ші задания, айдалаға барасың да, по большому отырасың, короче, үлкен дәретке. И анау барады, түнде ешкім жоқ, былай қарайды, шалбарын шешеді, отырады ғой, тым-тырыс. И бір дауыс шығады ғой, ғырт, 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 былай қарайды, ешкім жоқ. Сөйтсе, қарақтаса, көті шөп жеп жатыр. В эту ночь сияй. Короче, 90-шы жылдары ғой, ана свет часто өшіп тұратын кезде, короче. И бір квартирада жас жұбайлар отырады ғой, свечамен әңгіме айтып, романтический болып. Сөйтеді да, іштері пысатты, ана күйеу айтады ғой, жаным, давай пукать етіп, мынау свечаны өшіріп жарсамыз дейді ғой. Әйелі, давай дейді, короче, пысып отыр да, короче. Сөйтеді, мен бірінші дейді да күйеуі. Пиш еткізеді ғой, короче, свечаға. Ана свеча өшін, өшпей қалады ғой, қайып жанып кетеді. И әйел мен очердім дейді, біш еткізеді ғой, короче. Свеча, ана астындағы тарелкасымен бірге ұшып кетеді ғой. Күйеуі шоки, көз бақырайып кеткен да, мынандай енді жанне келіп, юксін көтеріп қалса. Бәсен сенде қос ауыз екен ғой. В эту ночь сияй. Бір жігіт болады ғой, жасы 35-ке келген. Вообще үйленбеген. Үйіндегілер қан ішеді ғой. Үйлен, болды, үйлен деп. И бір уақытта жеңгелері бір қыз алып келеді. Қалай? Ұнады ма? Ұнаса үйлен дейді. Ана бүйтіп қарап тұрып. Білмеймін, мен шешіндіріп көру керек сияқты дейді ғой жаңағы. Сөйтеді ана жеңгелері қызды көндіріп, шешіндіріп тастайды ғой. Енді міне шешіндір дедің, міне шешінді. Енді қалай саған? Қалай десе? Қарап тұр. Білмеймін, құлағы қалқан құлақ сияқты ғой деп айтады. В эту ночь сияй. Ярче звезд. Мынандай адамдар болады ғой, білесің ба? Өсек таситын, тырнақтың астынан кір іздеп, өткен кеткен өсектеп, сонда бір жаман бір қатындар болады ғой. Сондай бір қатын бір апаға келеді ғой, көрші апаға келеді, жанне келеді. Саламатсыз ба, Қатипаш апа? Сіз білесіз ба, сіздің қызыңыз бар ғой, Гүлжанша? Соған анау бір жігіт мотоциклмен келіп жүр ғой, кешке жақын. Аха. Сол екеуі кешке жақын анау түн батқан кезде орман жаққа кетеді. Сіз сол қызыңыз үшін қорықпайсыз ба дейді ғой, жаңа қатын. Сөйтсе ана апа. Жоқ, қорықпаймын. Анау мотоциклді ол бала жақсы айдайды. Оның үстінде екеуі де каскымен отырады. В эту ночь сияй. Ярче. Аң патшасы арыстан левицасымен жатады ғой, жаңағы әйелімен. Ойламаған жерден қоян келеді, арыстанның шекесінен шарқ етсе қашады ғой. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн, бір апта, бір ай сүзіп ұрады ғой, прикинь. И жаңағы левицасы әйел айтады ғой арыстанның. Сен аң патшасысың, сен авторитетсің, какой-то несчастный қоянға ответке қайтарамайсың ба дейді ғой. Үнде бүйт, үн жоқ, бір күн жатады, тағы да шекесінен тақ етіп ұрып кетеді ғой жаңағы. Левица шыдай алмай артынан қуады ғой.
шауып келатыр. Ана жаңағы қоян зигзаг болып қашады ғой былайшы. Статпайды. Мынандай трубаға қоян кіріп кетеді ғой. Артынан львица крин дейді да баспен кетеліп қалады ғой. Не ар, не бері шыға алмайды да. Асықпа жаңағы қоян шығып арыстанның артынан айдап жібереді ғой. Ана күйеу жатыр ана бір уақытта бас салбырап львицасы келеді ғой. Сөйтсе арыстан айтады дейді. Не болды? Труба жаққа бардыңдар ма? Бір орыс апа мысығымен бірге тапшанда жатады ғой. Демалып, ойда түгі жоқ, и джин келеді, прикинь. Апа, любой 3 желанияңды орындаймын, акция болып жатыр бізде, тез айт дейді ғой. Онда бірінші желаниямда мынау жатқан тапшанды алтын қылып таста дейді ғой. Прикинь, темір тапшанды алтын қылып жібереді ғой. Екінші желаниям қандай дейді? Екінші желаниям мені дейді 18 жастағы қыз қылшы дейді ғой. Красавица қыз қылшы. Жынды. Иә. 96-90. Фук, прикинь, сондай әдемі қыз қылып жібереді ғой ана кемпірді. Үшінші желаниям қандай дейді? Ана кемпір былай қарайды. Ей, мына мысықты красавчик, качок, еркек қылшы дейді ғой. Фук, прикинь, мышықты красавчик, качок, еркек қылып жүреді ғой. Сөйтіп анау качок бүйтіп келатыр дейді жаңағы кемпірге. Қызға десейші же? Иә, қызға бүйтіп келіп, приығын бүйтіп қойып, мяу дейді. Короче, бір жігіт досының үйінде қонады ғой. Түннің бір уағында іші ауырады ғой. Қатты ауырады да шеш, туалетке, в общем, шықсы келеді, короче, туалет сыртта. Үйдің ішінде туалет жоқ. Бірақ мен туалетке дейін барсам үлгермеймін, мен лучше дейді, анау пальмалар бар ғой, искусственный горшокпен тұратын. Барады да пальманы көтереді да горшокқа тұшады да қайтып отырғызып қояды ғой. И азаң болады, давай деп кетеді, короче. Бір ай өтеді, 2 ай, 3 ай, жарты жыл өтеді, жаңағының яты жібермейді ғой, ішінде құбылып жаман болады да. Звондап кешірім сұрайын дейді ғой. Братан, есіңде ма? Мен сенің үйіңде қонып едім ғой. Ренжімеш, сенің үйіңде тұшып кеттім дейді ғой. Сөйтсе ана дос айтады дейді. Бәлә, айтшы, қай жерге тұштың? Уже 3 үй ауыстырдым. Бір ана боқтың есі әлі кетіп Короче, бір чмо бір жігіт түрмеге түсіп қалады ғой. И, короче, хатаға кіргізіп жібереді жаңағыншы. 10 жыл, 15 жыл бойы отырған зэктар бүйтіп отырады да. Бауырым, бергел бер дейді ғой. Ана қасына болды, не болды, братан дейді. Короче, ойын ойнаймыз дейді. Қыз бен жігіт деген ойын ойнаймыз. Жігіт боласың ба, қыз боласың ба дейді. Ана ойланып тұрады да. Қыз болсам, мыналар мені дырылдап жібереді. Оданша мен жігіт боламын дейді. Братан, жігіт боламын дейді ғой. Точно ма? Иә. Онда сценарий мынандай, короче. Сен қызыңа келесің, қызыңның аты Асел. 4-5 рет Асел деп қатты айқайлайсың. Сол моментте әкесі шығады да сені дырылдап жібереді. Короче, Бақа деген бір жігіт болған ғой. Мынандай қалың мұрты болған ғой, прикинь. И сол мұрттың ішінде бір бит өмір сүрген ғой, прикинь. И шашындағы бит мұртына түсіп жаңағы биттен сұрайды ғой. Өмір қалай болып жатыр? Мына мұртта қалай дейді ғой. Сөйтсе, қаныш бітті дейді. Өмір сүру мүмкін емес. Не үшін десе? Күніге ішеді, аузы перегар сасиды. Насвай атады, тісін жумайды, о үшін канализация аузы. Мүмкін емес дейді өмір сүру дейді ғой. Мақұл, қайқа көшесің дейді. Бақаның подружкасы анау Айгүлдің түрсүйіне көшкім келеді дейді ғой. Давай деп сол моментте түрсүйіне көшіреді ғой, прикинь. И ана түрсүйде өмір сүріп жатыр. Келесі күні жаңағы бит келеді да. Түрсүй қалай дейді ғой. Түрсүйде өмір қалай десе. Кеше ұйықтаған кезде түрсүйде едім. Азанда қарасам Бақаның мұртына жүрді. Короче, бір жас бала ғой. Араққа той болады, үй жағына келеді. Шалынсып болады, асфальтқа баспен құлайды да, талып қалады осы жерде. Арада 1-2 сағат өтеді. Оянады, қалтасында соткасы жоқ, мойнында алтын тросы жоқ. Үйіне кіріп кетеді, короче. И 4-5 айдан кейін бір тойда отырады ғой жаңағы балаш. И солда отырса, қарама қарсы бір мужиктің мойнында мынандай алтын трос та, прикинь. И анау қасына барады да, братан, мына мойныңдағы тросты қайдан алдың дейді ғой. Бұның әңгімесін айтып берейін мен саған. Үй жаққа келетсам, жерде бір жігіт жатыр тауып. Мойнында мынандай трос, осы трос дейді ғой. Жолып алдым, қарақпайым.
шалбарын шешемді артын айдап жібердім деп айтады дейді. А че несін сұрап жатсың деген ғой жаңа. Сөйтсе анау жігіт қарап тұрып. Жай просто тросыңыз әдемі екен деп айтады. В эту ночь сияй ярче звезд луна. Екі алқаш талдың астында, короче, талдың көлеңкесінде арақты басып отырады ғой. От души ішіп отырады арақш. И қарайды, прикинь, сол талдың қасынан табытпен біреуді әкетіп баратады ғой, бүйтіп көтеріп. И ана екі алқаш шоки, короче. Табытты көтеріп баратқан біреудің қасына барады. Братан, кімді әкетіп баратсыңдар? Кім бұл дейді ғой. Бұл көп ішетін, арақты көп ішетін дейді. И ана екеуі ойланып қалады. Тәубесіне келеді да, қояйық дегендейші. И көп ұзамай артынша 10 минуттан кейін тағы да бір табытты көтеріп баратыр да. И қайтадан барып, братан, мынау кім десе. Бұл спортсмен етін, ішпейтін, шекпейтін, красавчик мужик етін деген ғой. Сөйтсе ана алқаш бір-біріне қарап тұрып. Арасы 10 минут екен ғой, құй шешесін. В эту ночь сияй ярче звезд луна. Қазақстан мен Бельгиян футболын көрдіңдер ме кеше? Иә, екіден ұтылып қалды ғой. Жаман болды ғой, я? Қазақстан футболисттерінің айтқан естісіңдер ме? Жоқ. Короче, футбол бітет, и раздевалкада отырады ғой, Қазақстан футболистері. Настроениялар жоқ, мұңайып отырады. И арасынан бір футболист атып тұрады да, тренеріне барады да. Братан, дейді ғой. Дәл осылай айтады, братан, дейді. Подсуткадан шаршап кеттім, дейді ғой. Постоянно ойнаймыз, постоянно подсутка. Братан, анау судьяның барып жағынан бір тебейінші, жіберші мені, дейді ғой. Пожалуйста, жіберші мені, жағынан тебейінші, дейді. И тренер қарап тұрып. Тепсең тебе бер, бәрібір толық жоқ, қисық тебесің, тигізбейсің деп айтады. В эту ночь сияй ярче звезд луна. Короче, бір мужиктің әпшуі кішкентай болған ғой. Кішкентай. Сөйтіп врачқа барады, короче, врач, братан, әпшу кішкентай, короче, дәу қылатын бірденке берші дейді ғой. Ана врач ар ойланды, бер ойланды. Міне, короче, таблетка ішінде 100 штук бар. Күніне азанда біреуден іш, нормальный болады дейді. Үйіне барады, азанда тұрады да, короче, біреуін шеді ғой. Шалбарын шешіп болса, кішкентай болып өсіп қапты да. И ана мужик, прикинь, азарт анадаш, тезірек өссін дейді да. 100 таблеткін бәрін шық қояды ғой. Келесі күні азанда қараса, кішкентай 100 ташақ шығып тұр дейді. Еще сиген кезде душ құсап дейді. В эту ночь сияй. Бір мужикші пиво ішуге, короче, пивношкаға кіреді ғой. Сөйтеді, барны стойкаға отырып қалса, кружканың ішінде, прикинь, долларлар пристеліп тұр да. И ана мужик бармен, братан, не үшін мынау долларлар, не үшін тұр дейді. Бізде, короче, пиво ішетіндерге осындай ойын ашқанбыз, короче. 3 задача қоямыз, орындаса, мынау ақшаны кружкасымен бірге алып кететін. И анау қандай задача дейді. Бірінші задача, короче, тоқтамай сгарла текиланы бітіресің дейді, бір бутылкасын. Екінші задача, ана итті көрдің ба дейді, питбульді, соның бір тісін жұласың дейді. Ал үшінші задача, анау голубойды көрдің ба, сонымен бірге жыныстық қатынасқа түсесің дейді ғой. И анау ар ойланады, бер ойланады, қысылып тұр, ақша керек, короче. Келсем дейді ғой, сгарла бітіреді, короче, текиланы. Комнатаға кіріп кетеді ғой, кәнейт дейді да, питбульганы деп. Атыр-потыр төбелес, іші шайқас, люстра қозғал, бір уақытта қан болып шығып келатыр дейді, короче. Ал енді ана голубойдың тісін жылу керек па деп айтады дейді. Түсінбедім, брат. Шатасы питбульді. Студенттер экзамен тапсырайын деп атады ғой. И профессор злой, короче, бір студентке келеді айтады. Сұрақ қоям, жауап берсең 5, болмаса 2, короче. Мақұл, сен автобуста келатсың, іші ыстық, ысып кет, не істейсің дейді. Ана студент тұрады. Терезені ашам дейді. Мақұл, терезені аштың. Терезеден таза ауа кірді автобусға. Сол ауаның аэродинамикасының өлшемі қандай дейді. Студент білмейді, прикинь. Отыр 2, екінші студент, үшінші студент, бәрі 2 алады ғой. Бірақ қыз қалады, прикинь. Қызға келеді айтады. Сен автобуста келатсың, іші ыстық. Не істейсің дейді. Ана қыз тұрады. Кофтамды шешем дейді.
Ей, сен ойлағандай ыстық емес, одан да қатыстық. Пар болып жатыр іші. Лифчигім шешем. Дейді. И анау тұрады да, короче. Одан да қатыстық. Пар іші кипяток болып жатыр дейді. И ана қыз қарап тұрып ағайға. Ағай, қанша жерден пар болса да, түрсемді шешсем де, мен терезені ашпаймын. Алқаш балық аулап отырады ғой. Балық аулап отырып, алтын балық ұстап алады. Алтын балық тұрады айтады. Братан, любой бір арманыңды орындаймын. Пожалуйста, жіберші мен дейді ғой. Болды. Менің арманым кіші дәретке барған кезде, шаптырған кезде арақ шықсын дейді ғой. Алқаш қой. Үйіне барады, досына звондайды. Ей, кел, короче, арақ ішеміз. Досы зытып келеді. Шаптырып жібереді, арақ ішеді, шаптырып жібереді, арақ ішеді, арақ бітіп қалады, шаптырып жібереді, ішіп алады. Шаптырып отқан мас болып қалады ғой. Сөйтті, мен ұйықтап алайын деп жатады, короче, бүйтіпші. Ал екінші досына недогон болып тұр да, ішкісі кеп, қолқына үзіліп тұр да, жаңағыныңыз. Сөйтіп қасына кеп, стаканмен, брат, бір шаптырып жүрші, құйып берші дейді ғой жаңағы. Сөйтсе, анау ұйықтап атып, брат, сгарла шеберші деп айтады. Балықшы, балық аулап отырады да, алтын балық ұстап алады ғой. Алтын балық тұрады да, братан, мені жіберші, по жизни фартовый боласың, везучий боласың, жібере салшы мен дейді. И ана жібере салады. И кетіп барады да, жерден 50 мың теңге тауып алады ғой. Прикинь, уже фарт прет. Барады да, казиноға отырады, аппарат, Олимп, қалтасында 15 миллион доллар, прикинь. Демалайшыйты бардельға керіп қалса, фанфарамен қарсы алады ғой. Сіз біздің миллионшы клиентіміз, любой желанияңызды орындаймыз дейді. Әлі фарт прет. Әлі фарт прет. Маған индианка керек дейді ғой. Міне индианка дейді. Әкеп тұрып прикинь, индианканыш. Яны қарап тұрады индианкаға. Осы сендерде нақ шекелерінде қызыл точка дейді ғой. Ұнамаса өшіріп тастаңыз дейді. Ана бергеш дейді деп өшіріп атады ғой қызыл точканыш. Өшіріп атып күледі ғой жаңағы мужикш. Десе, не үшін күліп атсыз десе, прикинь, сенің қызыл точкаңды өшіріп атып машина ұтып алдым деп айтады. Короче, бір мужик бастықтың замы болып жұмысқа кіріп атады ғой. Сөйтеді да, короче, собеседование өтіп атады да. Анау анкетасын оқып тұрып, сіз мына жерде бір кемшілігім бар деп жазыпсыз. Ол қандай кемшілік дейді ғой. Анау тұрып, енді бұрында мен заводта жұмыс істегем, талдарды кесіп тұратын аппарат, енегімді кесіп кеткен түбімен деп айтады дейді. Анау қарап тұрып, енді сіздің о жеріңіз бізге керек емес. Главное, сіздің басыңыз жұмыс істеп тұр, өзіңіз грамотный мужиксіз. Азанда біздің жұмыс 9-дан кешке 6-ға дейін. Ал сіз сағат 10-да келе беріңіз дейді ғой. Анау түсінбей қарап тұрып, қалай сонда 9-да мен не үшін 10-да келем деген ғой. Сіз түсініңіз, біздің жұмысшылар азанда сағат 9-дан 10-ға дейін енегін уқалап отырады. Ал сізде енек жоқ, сондықтан 10-да келе беріңіз деп айтады. Короче, бір мужик островта қалып кеткеніне бәленбай жыл болған ғой. И, короче, жыныстық қатынасқа түскісі келеді, ешкім жоқ, короче. Қарап тұрса бір түйе кетіп баратыр да. Түйеге жүгіріп барады да, короче. Нағылайын десе, жаңа жыныстық қатынасқа түсейін десе, бой жетпейді. Бір тасты қояды да, тастың үстіне шығып нетейін десе, түйе жүріп кете береді. Жол болмайды, короче, ана мужиктің құтқарыңдар деген дауыс естіледі ғой. Жүріп барып, құтқарып қалса бір қыз дейді. Фигурасы мощный, зың, красавица қыз. И ана қыз сұрады, рахмет ағай, сіз мен өмірімді құтқардыңыз, енді кез келген бір арманыңызды орындаймын, айтыңыз дейді ғой. И ана мужик ана фигурасына қарап тұрып, түйенің басын ұстап тұршы деп айтады. Короче, 90-шы жылдары ғой, ана свет часто өшіп тұратын кезде, короче. И бір квартирада жас жұбайлар отырады ғой, свечамен әңгіме айтып, романтический болып. Сөйтеді да, іштері пысады да, ана күйеу айтады ғой, жаным, давай пукать етіп, мынау свечаны өшіріп жарсамыз дейді ғой. Әйелі, давай дейді, короче, пысып отыр да, короче. Сөйтеді да, мен бірінші дейді да күйеуі. Пиш еткізеді ғой, короче, свечаға. Ана свеча өшейін, өшпей қалады ғой, қайып жаңып кетеді. И әйел мен очердім дейді да, еткізеді ғой, короче. Свеча ана астындағы тарелкасымен бірге ұшып кетеді ғой.
күйеуі в шоке, көз бақырайып кеткен да, мынандай енді жанне келіп юксін көтеріп қалса, бәсе сен де қос ауыз екен ғой. В эту ночь сияй ярче. Короче, інісі ағасына жақындайды ғой. Екеуі де үйленбеген екен да. Сөйтіп інісі ағасына жақындап, аға, мен сізді күтіп шаршадым. Болды, мен үйленем дейді ғой. Ағасы тұрып, кімге үйленесің дейді ғой. Машаға үйленем, кеше таныстырған Машаға дейді ғой. Інім, сен қуасың ба дейді ғой ағасы. Оны бүкіл ауыл көріп тастаған ғой, сен не айтып тұрсың дейді ғой. Керек емес үйленбе, бүкіл ауыл көріп тастаған дейді. Інісі түсінеді, қайтады. Келесі күні ағасы інісін шақырып алады ғой. Інім, мен үйленетін болдым дейді ғой. Інісі тұрып, кімге десе, Машаға деп айтады дейді. Қай Маша? Сол сен айтқан кешегі Машаға деп. Аға, сіз кеше айтып едіңіз ғой, бүкіл ауыл көріп тастады деп. Сіз ағасы айтады дейді. Ауылды картадан көрдім, жетақ үй екен ғой. В эту ночь сияй. Короче, бір мужиктің туалетке барғысы келеді ғой. Сөйтеді, ана платный туалеттер бар ғой. Ішіне кіреді платный туалеттің. Сөйтсе бір қыз отыр дейді. Қарындас, туалетке қанша теңге дейді ғой. Сөйтсе, сізге кіші дәрет па дейді. Я помаленькому кіші дәрет. Біздің өзіміздің шарттарымыз бар дейді. Қыз айтады. Сіздің бір жеріңіз 10 сантиметр болса 10 теңге төлейсіз. 20 сантиметр болса 20 теңге, 30 сантиметр болса 30 теңге. В общем, каждый сантиметрға 10 теңгеден дейді ғой. Ана мужик тұрып 100 теңгені лақтырып жібереді ғой. Ана қыз шокке, көзі жайнаң еді. Ағай, номеріңізді берсеңізші дейді ғой. Десе мужик қарап тұрып, далбасаламай 95 теңге зачемді қайтар дейді ғой. В эту ночь сияй. Короче, Қожа Насыр не деп отқан ғой? Орыс тіліндеші. Орысты вообще орысша білмейді дейді да. Сөйтіп барып, Қожа Насыр 8 кеп кеткен ғой. Ажетханаға барғысы кеткендей сұранбай кетіп баратқан ғой. Сөйтіп ана мұғалім қарап қалғанда, короче, Қожа Насыр, ты куда деген ғой. Қожа Насыр былай қарап тұрып, как куда? Татақ полный вода деген ғой. Болды ма, бітті ма? Бітті. Өзің айта бересің ғой деймін. Сөйтем ғой деймін, конечно. Өтпеді маса өзі мен әзілім саған. Шық, шық. Шық сен де жоба. Кісі болып қапты ғой натурин. Осылар айтқан кезені уаға деп көрем ғой ебану. Бля, кісі нат. В эту ночь сияй ярче звезд. Короче, папасы, мамасы, баласы кешкі тамақ ішіп отырады ғой, ужин ішіп отырады. Мамасы тұрады да баласына айтады ғой, балам, анау Әсел қалай, не үшін саған ұнамайды? 2 дипломы бар, жұмысы бар, үйдің тірлігіне мықты, бай қуатты семьядан шыққан, үйді жинағанда өлтіреді, тамақты дәмді жасайды, сиыр сауалады. Несі ұнамайды саған, айтшы дейді ғой. Баласы тұрып, қойш, мұрның асы мұң-мұң кетеді ғой. Мамасы шыж-бұж болады да, әкесін айтады ғой. Сен хотя бы әкесісің ғой, бірдеңке десейші дейді ғой. Әкесі қарап тұрып, шыны керек, ол қыздың емшегі маған донаған. В эту ночь сияй ярче звезд луна. Бір үйге келін түседі ғой. Сөйтеді қайнатасы, енесі, бәрі айтады ғой, о, келін түсті, келіннің қолынан бүгін кәс шай ішеміз деп азаңмен тұрады. Сағат 9 болады, келін жоқ, 10 болады, келін жоқ, 11 болады, келін жоқ. Сөйтсе жаңа ғана енесі түсінікпен қарайды. Енді жас қой, бірінші күні шаршаған шығар, қонақтар келіп жатыр, анау мынау. Сөйтсе екінші күнде сондай ғой, келін тұрмайды. Үшінші күн, бір апта сондай ғой. Болмағаннан кейін қайнатасы өзінің қызына барып, ей қызым, тұр, хотя бы сен шай бер бізге. Кейін келін болған кезде ұйқыңды қандырасың деп айтады. В эту ночь сияй ярче звезд луна. Короче,
садикте бір кішкентай бала қалып кетеді ғой. Сөйтіп воспитательницасы, тәрбиешісі бүйтеді ғой. Ертең азанда жұмысқа келем, какая разница, бұл баланы алып кете берейін, ертең азанда алып келем дейді. Сөйтеді жаңағы кішкентай баланы үйіне алып кетеді, үйіне апарады, жаңағын жуындырады, шайындырады, жаңағы кашасын беріп ұйықтатайын деп жатса, ана кішкентай бала айтады дейді: "Апай, мен түнде әпкеммен бірге ұйықтайтынмын" деп. Мен қасында ұйықтай бер, кел" деп жаңағы қасына алып ұйықтап жатыр дейді. Сөйтсе, ана кішкентай бала айтады дейді: "Апай, мен әпкемнің кіндігіне саусағымды тығып жататынмын" деп айтады дейді. Менің кіндігіме тыға бер, сала бер" деп. Сөйтсе, түн жарымда анау апай оянып кетіп: "Ей, балақай, бұл кіндік емес қой" десе. "Апай, ол саусақ емес" деп айтады. Короче, бір ауылдың қақ ортасында бір тал бар екен да. Сол талдың үстіне аю шығып кетеді ғой. Халық ажиотаж, паника болып жатыр. Енді не істейміз деп жатқан кезде бір ауылдың қариясы айтады ғой: "Өмірбекті шақырыңдар, бізге Өмірбек керек" дейді ғой. Сөйтсе, Өмірбек ярый охотник екен да. Бәрі иығында мылтық, қолында тузигі бар, короче. Иті да қандан келе жатыр дейді. "Өмірбек, енді не істейміз" десе, Өмірбек айтады дейді: "Короче, қазір мен талға шығам. Талды сілкейм. Аю құлайды жерге. Сол кезде анау тузик өзінің жұмысын істеп тастайды. Не істейді десе, жұмыртқасын шайнайды" дейді ғой. Сол кезде аю өледі. "Онда мына мылтығыңды не үшін алып келдің атпасаң" дейді ғой. "Енді тыңда, егерде талдың үстіне мен құласам, ана тузикті атпастан" дейді. Әйелі мен күйеуі жақындасу үшін балаларынан қорғанып қолығы сөз ойлап табады ғой. Стиральный машина деген. И күйеуі келеді: "Ей, стиральный машина бос па, кірім жуып алайын деп едім." "Көріп тұрсың ғой" дейді ғой әйел. "Көріп тұрсың ғой, бала шаға ұйықтаған жоқ, істеп жатқан жоқ стиральный машина." Жарты сағаттан кейін тағы келеді: "Не болды на стиральный машина, бір кіріміз жуып алайық" дейді ғой. "Бала шаға ұйықтаған жоқ, посуда жуып жатырмын, көріп тұрсың ғой, істеп жатқан жоқ стиральный машина." Бір келеді, екі келеді, общем 10 рет келеді ғой. Түн болады, екеуі ұйықтап жатыр. Әйелі жаймен жаңағы күйеуіне жақындайды ғой: "Ей, отағасы, стиральный машина босады, кірің жуып аласың ба" дейді ғой. Ана қарап тұр: "Қолмен жуа салдым" дейді ғой. Короче, бір күнде бір үйге екі келін түседі ғой. Сөйтіп шай ішіп отырады да, кіші келін үлкен келіннен сұрайды ғой: "Абысын, осы күйеуіңіз екеуіңіз аптасына қанша рет жақындасасыздар" дейді ғой. Ана үлкен келін тұрады: "Ей, есің дұрыс па? Айтпа өйтіп, ұят болады. Екеуміз оданша кодовый сөз ойлап табайық. Мысалы, күйеуің қанша жұмыртқа жейді" деп сұрады дейді ғой. "Все" дейді. Келесі күні шай ішіп отырады. Кіші келін үлкен келіннен сұрайды: "Абысын, күйеуіңіз аптасына қанша жұмыртқа жейді" дейді ғой. Енді әр кез әрқалай шаршап келгенде біреу жейді, екеу, үшеу, әр кез әрқалай дейді. "А сенікі" дейді ғой. "Ой, менің күйеуім күніне 5 жұмыртқа жейді. Тоймағаннан кейін сковородканы жалап кетеді" деп айтады. Короче, бір мужик болады ғой, постоянно пытна сиіп қояды екен. Короче, ұйықтайды түнде, пытна сиеді, обязательно сиеді. Шашын, короче. Сөйтеді, тәуіпке барады ғой жаңағы: "Братан, емдеші, мен постоянно ұйықтап атып пытна сиіп қоям" дейді. Тәуіп тұрады да: "Көп су ішесің ба" дейді. "Жоқ, су ішпеймін." "Или сен бір түс көресің ба" дейді. "Түс көрем." "Қандай түс" дейді ғой. Короче, ұйықтап атам, бір жігіт келеді: "Кеттік, сиіп келеміз" дейді. Азанда қарасам пытма сиіп қойған. Күніге келеді дейді ғой жаңағы жігіт. Тәуіп ойланып тұрады да: "Короче, ол жігітке айт сен. Симеймін деп айт, болды симейсің" дейді ғой. "И ұйықтайтын кез настрой жаса" дейді. Ана жігіт настрой жасайды ғой: "Болды, симеймін бүгін. Бүгін симеймін. Ана жігіт келсе құры деймін. Симеймін пытыма" деп ұйықтап атады ғой. Түс көреді ғой, короче. И жаңағы жігіт жаймен түсіне кіреді ғой бүйтіп: "Кеттік, шығып келеміз" дейді. Sabır. В эту ночь